Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін өте кереметтей болып шығатын песочный тестадан самса жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпа. Жұмсақ болып шығатын тестамызды жасау үшін бізге разрыхитель және де тұз керек болады. Ұнымызға араластырып аламыз және де сары майды ұнға әбден араластырып езіп алатын боламыз. Яғни бізде крошка шығуы қажет. Дәл осындай крошка шыққаннан кейін жұмыртқаның ағын қамырымызға қосамыз да сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. Және де айран болса айранмен, болмаса қаймақпен осылай жақсылап қамыр шыққанша илеп шығатын боламыз. Яғни осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа салып мұздатып қоямыз. 20-30 минут тұрса жеткілікті. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге фарш және де картоп, пияз қажет болады. Тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәл осы рецептпен самса жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте сондай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Одан соң дайын болған қамырымызды алып, кішірек қылып бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ұнмен жасасаңыздар да болады, ұнсыз жасасаңыздар да қамырларыңыз жабыспайды, сондай нәзік, жұмсақ, әдемі қамыр болып шыққан. Енді дәл осылай домалақтап самсамызды жасауға дайындап алатын боламыз. Одан соң оқтаумен жайып, яғни бір тілік ортасынан жасаймыз, жайылған қамырымыздың. Сосын дәл осы видеодағыдай айналдырып, орап шығатын боламыз. Сонда бізде, яғни роза гүлінің формасы шығатын болады. Самсамыздың құрамына қанша зат кеткенін описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Дайын болған самсаларымызды противеньге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, кунжут болса, кунжутты әдемілік үшін сеуіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай қазіргі таңда хит болып жатқан самсаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.